Шаңырақ көтергендеріне 2 жылдан асқан блогер жұп Есентай Ниязбаев пен Разия Кузеева өз оқырмандарын отбасылық контентпен қуантып жүр. Десе де Қазнет қолданушылары арасынан бақыттарын толық болуға бала жетіспейді деп тиісетіндері көп көрінеді. Жас отбасы болғаннан кейін көбіне оқырмандардың сұрайтыны ол қашан ата-ана боласыздар деп сіздерді жиі мазалай ма? Жиі мазалайды. Ол классика сияқты ғой бізде. Мен уже ол сұрақтарға үйреніп қалдым өзім. Қалай жауап бересіз? Әлі дайын емеспіз деп жауап берем. Әлі өміріміз алда, сондықтан бәрі Алланың қалағаны болған кезде бәрі болады. Ең қызығы кезінде тұрмысқа тезірек шық деп асықтырған Разиюшаның анасы керісінше бала тақырыбында түсіністік танытатын көрінеді. Блогер келін қос анамның тарапынан еш қыспақ жоқ деп ағынан жарылды. Немере деп мазалап жатқан жоқ па? Менің мамам, енем, жақындарым, отбасым ондай сұрақ маған қоймайды екен. Қуанышқа орай дей ма? Есентай болса бұл сұрақтардан келіншегінің көңілі түскенде барынша қолдау білдіруге тырысады. Қуанту үшін қымбат сыйлық керемес, ең басты ниет болса болды ғой. Оның ниетім таза, әйелім алдында, оны жақсы көрем. Күнде айтам, болды сол жетіп тұр. Жақындарын қолдауды ұмытпайтын Гүлзира Айдарбекова бұл бізге де таныс жайт дейді. Продюсер бүгінде кенже ұлы Заңғар мен келіні Индира үшін уайымдайды. Бала тақырыбы Айдарбековтер отбасында талқыланбаса да, қалың көрермен қызығушылық танытуын тоқтатпақ емес. Сондай уақытта кішкене көңіліңізге кірбің келе ме? Неге осылай сұрай береді екен Сол жастар? жаман екен. Адамдар солай айтқан сайын сол нәрсе болмайды да. Әйтпесе түскеніне 1 жыл енді болады ғой. Адам 1-2 жыл етек жиын жинап, жұмыстарын кішкене реттеп болғаннан кейін де болады ғой, бірақ барлығы жылады. Ондай уақытта Индираға не деп айтасыз? Көңіліне алма дейсіз ба, жоқ әлде? Неге ол менен ары қарап түсінеді ол. Өзіміз Шымкенттің қызы ғой. Мән бермейді. Қайта маған ақыл береді ол. Мама қайтесіз деп. Тату шаңырағымыздың бөтен біреудің сөзі үшін бұзылғанын қаламаймын деген ана балаларының сәби тақырыбында өзара түсінісе алатынына дән риза. Сол ең басты ұрысқандарын көрген жоқпын әлі. Екеуі всегда бір-біріне күліп сөйлейді, мен соған қуанам. Рахмет көп. Татулықтарыңыз осылай бұзылмасын.